Мен қаншама қорқынышты көріністерді көрдім деген екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Солардың ішінде дейді, қабірден қорқыныштысын, қабірден үрейлісін көрмеппін дейді. Намазға, қажылық, оразаға бұйырылған адам мен жындардан басқасын бәрі істейді, хайуандар. Ол шыңғырғаны дейді, өте қатты болады дейді. Сөйтіп қияметке дейін азапталып жатыр дейді. Яғни қабір азабы болады, ол ешқандай жаңағы қиындық туғызатын немесе тескері істерден емес дейді. Яғни қабір азабының болатындығын ескертіп жатыр. Ал қабірдің азабына келер болсақ, ол тіптен жаман. Қабірдегі мұнкар накир періштенің сұрақ алатындығы да хақ. Ол жарық емес, ол мұздай. Ол жерде бір өзіміз қаламыз, бір жалғыз өзіміз қаламыз.